Саламатсыздар ма балалар? Математика пәні 75-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көбейту-амалының компоненттері арасындағы өзара байланысы. Алдыңғы сабақтарда біз өттік көбейту-амалының компоненттерін. Ал балалар, бұл сабақта сендер көбейту-амалының компоненттері арасындағы өзара байланысын білетін боласыңдар. Бірінші есепке қараймыз. Сурет бойынша көбейтінді құр және оның мәнін тап дейді. Осы теңдіктер саны нені білдіреді дейді. Қараймыз, тікбұрышты үш жасыл, тікбұрышты үш бұрыштар берілген екен. Ендеше санын есептейік. Сол жақта 5 тікбұрышты үш бұрыш, оң жақта 5 жасыл түсті тікбұрышты үш бұрыш берілген екен. Оны біз қалай жазамыз? 5 көбейтілген 2 тең 10 деп жазамыз. Ал енді ән нұсқасында көбейтуді қосумен алмастыр дейді. Енді үлгі берілген екен 20 көбейтілген 4. Көбейту берілген, енді осыны қосумен алмастырамыз. 20-ны 4 рет қосамыз. 80 болады. Дәл солай 5 амал берген екен, ал шығарайық балар. 3-ке 6-ның көбейтіндісі 3-ті 6 рет қосамыз. 18-ге тең болады. 4-ке 5-тің көбейтіндісі 4-ті 5 рет қосамыз. 20-ға тең болады. 3-ке 8-дің көбейтіндісі 3-ті 8 рет қосамыз. 24-ке тең болады. 10-ға 3-тің көбейтіндісі 10-ды 3 рет қосамыз. 30-ға тең. 4-ке 2-ның көбейтіндісі 40-ты 2 рет қосамыз. 80-ге тең болады. Ал балар, енді екінші тапсырманы орындайық, екінші есепті орындайық. Екінші есепте әр бағандағы бірінші теңдіктің мәнін қолдана отырып, екінші теңдіктің мәнін табыңдар дейді. 8-ге 2-ның көбейтіндісі 16, 8-ге 3-тің көбейтіндісі 24. 3-ке 6-ның көбейтіндісі 18, 3-ке 7-ның көбейтіндісі 21. 3-ке 5-тің көбейтіндісі 30. 6-ға 5-тің көбейтіндісі 30, 6-ға 6-ның көбейтіндісі 36. Енді байқасаңдар балар, бірінші бағанда 8-дің көбейту кестесі берілген екен, екінші бағанда 3-тің көбейту кестесі, үшінші бағанда 6-ның көбейту кестесі берілген екен. Енді 8-ге 2-ның көбейтіндісі 16 болса, 8-ге 3-тің көбейтіндісі 24, яғни 16-ға 8-ді тағы да қосамыз, 24. Дәл осылай 3-ке 6-ның көбейтіндісі 18 болса, оған тағы да 3-ті қосамыз, 21 болады. 3-ке 7-ның көбейтіндісі 21. Дәл солай 6-ға 5-тің көбейтіндісі 30, 6-ға 6-ның көбейтіндісі 1 сан артық болды. Тағы бір 6-ны қосамыз. 36-ға тең екен. Үшінші есепте теңдікті оқы. 4 көбейтілген 2 тең 8. Көбейту амалының компоненттерін ата дейді. Көбейткіш, 4 көбейткіш, 2 көбейткіш, 8 көбейтіндінің мәні. А нұсқасында көбейтіндінің мәні 8-ді бірінші көбейткішке 4-ке бөл дейді. Және оны азайтумен шығар дейді. Енді қараймыз балар. 8-ге 4-ті бөлсек 2. Ал енді 8-ден 4-ті 2 рет азайтамыз. Ә нұсқасында көбейтіндінің мәні 8, 8-ді екінші көбейткіш 2-ге бөлдейді, және 2-ден азайды дейді. Енді қараймыз. 8-ді 2-ге бөлсек 4, және 8-ден 2-ні 4 рет азайтамыз. Не байқадым? Көбейту амалының компоненттері арасында байланыс туралы қорытынды жасады. Енді қараңдар. Егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштерін біріне бөлсе, онда екінші көбейткіш шығады екен. Соны байқадық, балар, Оны біз азайту амалымен де тексеріп көрдік. Енді ережеге қараймыз, есте сақтаймыз. Егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштерін біріне бөлсе, онда екінші көбейткіш шығады. Есте сақтаймыз, балар. Төртінші есеп. Жазбаны пайдаланып есеп құрастыр. Бізге шешуі мен жауабы берілген екен. Қараймыз. Енді осы есепке шартын жазып аламыз. Қорап саны 4-еу, әр қорапта 5 килограмман, барлығы белгісіз килограмм. Енді шешуі 4-ке 5-тің көбейтіндісі 20 килограмм. Жауабы барлығы 20 килограмм алма бар. Ал енді балалар 5-ші есепке қараймыз. Өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді.
үлгіде бізге 6-ны 3-ке көбейткен және қосумен тексерген. 6-ны 3 рет қосқан. Және 18-ді 3-ке бөлген, бірінші көбейткішке бөлген, одан кейін екінші көбейткішке бөлген. 6-ға 3-тің көбейтіндісі, яғни 6-ны 3 рет қосамыз. 18-ге тең. 18-ді 3-ке бөлеміз, бірінші көбейткішке бөлеміз, 6. 18-ді келесі екінші көбейткішке бөлеміз. 18-ді 6-ға бөлсек 3. Дәл осылай екі амалды орындап көрейікші балалар. 5-ке 3-тің көбейтіндісі, 5-ді 3 рет қосамыз, 15-ге тең. Енді көбейтіндінің мәнін көбейткіштерін біреуіне бөлеміз. 15-ді 5-ке бөлеміз 3, 15-ді 3-ке бөлеміз 5. Яғни, егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштерін біріне бөлсе, онда екінші көбейткіш шығады. Жаңағы ереже екен. Енді қараңдар, 4-ке 3-ті көбейтеміз. Яғни 4-ті 3 рет қосып шығамыз, 12-ге тең. Енді көбейтіндінің мәнін бөлгіштердің екеуіне де бөліп шығамыз. 12-ке 3-тің бөлеміз 4 болады, 12-ке 4-ті бөлеміз 3 болады. Ал балалар, енді бізде 6-шы есеп қараймыз. Есептемей-ақ салыстыр дейді. 3-ке 7-нің көбейтіндісіне тең болады 7-ге 3-тің көбейтіндісі, яғни көбейткіштерін орналасқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. 6-ға 3-тің көбейтіндісі кем 6-ға 5-тің көбейтіндісінен, яғни бірінші көбейткіштер екеуі бірдей болып тұр, тең болып тұр. Ал екінші көбейткіштер бізде 5 3-тен артық. Сол себептен біз 6 көбейтілген 3 кем 6 көбейтілген 5-тен. 8-ге 3-тің көбейтіндісі артық, 8-ге 2-нің көбейтіндісінен. Бірінші көбейткіштер бірдей болғанмен, екінші көбейткіштерінде 3 артық 2-ден. 3-ке 5-тің көбейтіндісі артық, 3-ке 4-тің көбейтіндісінен. Яғни, бірінші көбейткіштері бірдей болғанмен, екінші көбейткіштерінде 5 артық 4-тен болып тұр. Осылай есептемей-ақ салыстырып шықтық. Ал бізде 7-ші есеп амалдарды орында 5 метр 6 дециметр қосылған 8 метр 9 дециметр тең болады. 5-ке 8-дің қосындысы 13, 13 метр 15 дециметр. Бұл дегеніміз бізде 14 метр 5 дециметр. Келесі балалар қараймыз. 7 тәулік 9 сағат, азайтылған 5 тәулік 22 сағат. 9-дан 22-ні азайтамаймыз. Сол себептен бір тәулікті қосамыз. Сөйтіп, бізде бір тәулік 11 сағат шықты. Келесі. Бос орнына тиісті санды қой. 7-ге 3-тің көбейтіндісі, яғни 7-ні 3 рет қосқанға тең, 21. Енді 21-ді 7-ге бөлеміз 3, 21-ді 3-ке бөлеміз 7. Екінші нұсқада 9-ды көбейтеміз 2-ге, яғни 9-ды 2 рет қосамыз 18. Және 18-ді бірінші 2-ге бөлеміз 9 болады, және 18-ді 9-ға бөлеміз 2 болады. Келесі есеппалар қараймыз, ойлан тап. Сандар арқылы жасырынған мақалды оқы. Осы үшін сары түсті жолақтардағы сандарды көбейтіндінің мәні деп санап, кестеден оларға сәйкес әріпті тап. Мысалы, 6 саны 2 мен 3-тің көбейтіндісі дейік. Кестеден осы көбейтіндінің мәніне, яғни 6-ға сәйкес әріпті табамыз. Ол Е әрпі. Қараймыз, бірінші көбейтіп алайықшы. 2, 1-ді, 2-ге 2-ні, 2-ге 3-ті, 2-ге 4-ті, 2-ге 5-ті. 2-ге 1-дің көбейтіндісі 2, 2-ге 2-дің көбейтіндісі 4, 2-ге 3-дің көбейтіндісі 6, 2-ге 4-дің көбейтіндісі 8, 2-ге 5-дің көбейтіндісі 10, 2-ге 1-дің көбейтіндісі 2. Ал енді орнына қоямыз балар. Еңбек, бәрін жеңбек деген мақал шықты балар. Ал балар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.